Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз бүкіл әлемдік тартылыс заңына байланысты есептерді талдайтын боламыз. Так, динамометр жер полюсында 25-ші есепті қарастырайық. Динамометр жер полюсінде 10 ньютон күш көрсетіп тұр. Жер бетінен жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі қандай дейді. Так, бұл жерде бізде жер полюсінде дейді. Яғни бізде бірінші күшіміз 10 ньютонға тең болып тұр. Жер бетінен жер радиусындай биіктікте орналасса дейді. Ол екінші жағдайды көрсетіп тұр. Бірінші жағдайдағы біздің денеміз жердің бетінде тұрғандықтан, оның радиусы сол жердің радиусына тең болады. Екінші жағдайда жердің радиусындай биіктікте тұр десе, біз оны мына жерге плюс h болу керек еді ғой. Биіктік. Оның орнына біз rg-ға rg-ны қосып 2rg деп белгіні жазып алайық. Енді бізге табу керек екінші жағдайдағы тартылыс күші. Яғни күшіміз қандай шамаға өзгерді деген сұрақ болып тұр. Бұл үшін біз не істейміз? Бұл үшін біз F1-ді жазып аламыз формуласын. G, M1, M2 или M1, M деп кішкентай M деп қойайық та, мынау екінші массамыз бізде жер. Жердің массасы үлкен M деп белгілей салайық. RG-ның квадраты. RG-ның квадраты. R1-дің орнына қойып отырмыз. F2-ны табу үшін G, M, кішкентай M және де үлкен M, 2 RG-ның квадраты. Міне, осы екі формуланы бір-біріне біз бөліп жүреміз. F1-іміз бізде 10-ға тең, бөлінген F2 тең болады, G-ларымыз қысқарып кетеді, массалар қысқарып кетеді. Мына бірінші RG квадратымыз бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. 2RG квадрат дегеніміз ол ағымына кетеді. 4RG-ның квадраты. Радиустар, арақашықтықтың квадраттары қысқарып кетеді. Мына жақта 4 қалды. Сонда бізде F2-ны табу үшін не істейді екенбіз? 10-ды 4-ке бөле салады екенбіз. Ол бізде 2,5 ньютон деген жауап шығады екен. В жауабы балалар. Келесі 26-шы тапсырма. 26-шы тапсырма. Плутонның күннен арақашықтығы жердікіне қарағанда 40 есе үлкен болса, Плутон мен күннің арасындағы тартылыс күшінің жер мен күннің арасындағы тартылыс күшіне қатынасы қандай дейді. Плутон мен жердің массасын жоқта бірдей деп алыңдар дейді. Бізде Плутон, күн және жер. Енді қараңыздар, берілгенін өзімізге түсінікті қылып жазайық. Плутон мен күннен арақашықтығы жердікіне қарағанда 40 есе үлкен болса. Бұлай істейік. Плутон және күн деп қойайық та, RG деп қойайық. R деп қойайық. Плутон және күн бұлай жаздық. Жер және күн. Жер және күн деп бұлай жазайық, оны да R деп қойайық. Енді қарайық. Плутонның күннен арақашықтығы жердікіне қарағанда 40 есе үлкен. Плутон мен күннің арақашықтығы жердікіне қарағанда 40 есе үлкен десе, біз 40-ты мынаның алдына қоямыз. Осылай жазып алдық. Массалар Плутон мен масса Плутон, масса жер екеуі өзара жуықтап теңдеп тұр, және масса күндікі отыра берсін солай. Енді бізден не сұрап тұр? Бізден тартылыс күштері. Плутон мен күннің арасындағы тартылыс күші мен күн мен жердің арасындағы тартылыс күштерінің арасындағы арақатынас неше есеге өзгереді дейді, соны сұрап тұр. Біз өзімізге ыңғайлы қылып былай жазып алдық. Енді осылай индекспен осылай жазбасақ, басқаша шатасып кететін сияқтымыз. Енді қараңыздар. F Плутон және күн тең болады G, масса Плутон, масса күн. Бөлінген Плутон және күннің арақашықтығы 40 RG. Ол бізде 40 R, RG емес R. 40 R-дің квадраты деп қойық. F жер және күн тең болады. Тура осылай G, M жер, M күн, R квадрат. Дәл жаңағы есеп сияқты екеуін бір-біріне бөле саламыз. F Плутон және күннің арасында тартылыс күшін F жер мен күннің арасында тартылыс күшіне бөлеміз. G-лар қысқарды.
Плутон мен жердің массалары ұқсас болғаннан қысқарып кетті, күннің массасы міне қысқарып кетті, r квадраттар қысқарып кетті, 40-тың квадраты ол бізде 1600. Сонда бізден нені сұрап тұр балалар? Неше есеге өзгерді? Неше есе артты, неше есе кеміді деп тұрған жоқ, неше есеге өзгерді дегенді ғана сұрап тұр. Сонда бізде С жауап дұрыс болады. Келесі 27. М массалы планетаның айналасында массасы М серігі қозғалады. Осы кездегі серіктің планетаға гравитациялық тартылыс күші дейді. Так, біздің формула бойынша мындай ғой. F, G, үлкен М, кішкентай М, R квадрат. Так, массасына тура пропорционал. Тартылыс күші массаға тура пропорционал, үлкен массаға. Кішкентай массаға тәуелді емес дейді. Бұл жауап келмейді балалар. Жауап бойынша бізде міне массалардың көбейтіндісі күшке тура пропорционал болып тұр. Ара қашықтық және ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал. Біз сондай жауапты іздеуіміз керек. Так, тәуелді емес дейді, екінші жауап келмейді. С жауабы келіп тұр. Түсінікті деп ойлаймын. Формулаға байланысты басқа жерден алынған жоқ, иә. Жер бетіндегі мұхит суларының тасуы мен қайтуын тудыратын күш ол бізде айдың және жердің тартылыс күші. Келесі, массасы 8 тонна, ғарыш кемесі массасы 20 тонна орбиталық ғарыш бекетіне 100 метр ара қашықтықта жақындайды, олардың тартылыс күші. Так, тонналарды килограммға ауыстырамыз да, жаңағы формаға саламыз болды. Бұл есепке тоқталмай қояйық. Келесі, өзара әсерлескен екі дененің әрқайсысының массасын 2 еседен арттырса. Міне, әрқайсысының дейді, есептің берілген дұрыстап түсініп оқимыз. Себебі бір дененің ғана массасын 2 есе арттыр деп тұрған жоқ бізге. Әр дененің массасын 2 есеге арттырса, күш қалай өзгереді дейді. Оны біз жеке М1 тең болады, бір-бірінен мынанша есеге үлкен деп жаңағыдай шығаруымызға болушы еді, бірақ олай шығарып жатсаңыздар, сіздер уақыт жағынан минусқа кіресіздер. Сол себепті мен сіздерге мына жеңіл жолды көрсетемін, әрдайым осы формаға салуды көрсетіп жүрмін. Бір дененің массасы 2 есеге артты, екінші дененің массасы 2 есеге артты, сонда 2-ні 2-ге көбейтеміз, үстінде 4 болып тұр, яғни алымында тұрса 4 есе артады деген сөз. 4-іміз бөлімінде тұрса, егер вдруг, мысалға келтіріп жатырмын, 4-іміз бөлімінде тұрса, онда 4 есе кемейді деген жауапты белгілейміз. Түсінікті ғой, формаға жай саламыз. Массаның алдына қойып жүрдік. Егер масса 2 есе кеміді десе, біз массаны бөлеміз. Егер 2-ге артты десе, онда біз қосамыз. 2-ге азайды десе, есе деген сөзі жоқ, просто 2-ге азайды десе, минус деп қойып, біз есептерімізді шығарады екенбіз. Есептің сол шартына қарай қозғаламыз, ойланамыз. 31-ші есепті дәл 30-ші есеп сияқты шығарамыз. Так, 31, 29 өзіміз шығарамыз балалар. 32-ні өзіміз тауып аламыз. 33-ті де шығара аламыз. 33-ті қараңыздар балалар. Тура мына формула ғой. Бүкіл әлемдік тартылыс заңының формасы М1, М2, R квадрат. Қараңыздар, мына жерде ара қашықтық беріліп тұр, бұл бізде R. Көлемдері дейді міне V1, V2, ρ1, ρ2 сәйкесінше жазып қойып, әсер ететін күшті табыңдар дейді. G-дің мәнін жаттаймыз. Бұл гравитациялық тұрақты. Тұрақты шаманың біз санын жатқа біліміз керек балалар. Жатқа білудің пайдасы өте көп. Кейбір есептерде міне берілмей қалуы мүмкін осылай. Ньютон метр квадрат бөлінген килограмм квадрат. 6,67, оның -11 дәрежесі. Енді масса белгісіз, массалар жоқ, бірақ масса жоқ болса да бізге беріліп қойыпты ρ мен v-ны. Яғни М1-ді біз не істейміз? ρ1, v1 арқылы тауып аламыз. М2-ні ρ2, v2 арқылы тауып аламыз да, есептеп шығара саламыз. Қиын емес, сіздер ойлағандай. Осылай бастаймыз да, аяқтап шығарып жібереміз маған, мен тексерем. Келесі, 34 массасы 1 килограмм дене ай бетіне 1,163 ньютон күшпен тартылады дейді. 20,375 метр биіктіктен дененің ай бетіне құлау уақыты дейді. Ол үшін біз не істейміз? F тең mg формуласы G тауып аламыз. F бөлінген M. Қазір уақыт бітейін деп тұрмын. F бөлінген M. Ары қарай не істейміз? G-ді тауып аламыз. G-іміз бізде 1,163 метр секунд квадрат шығыпты.
h тең g квадрат бөлу 2 формуласын түрлендіріп тыны табамыз. Яғни 2h-ты g-ға бөлеміз, түбірге аламыз. Яғни осылай әкеліп біз құлау уақытын анықтайды екенбіз. Тоже аяқтаймыз балалар, жауабын негіздеп тексереміз. Жақсы ма? Так, келесі массалар мынанша дейді. Күш берілген дененің арасына арақашықтық. Оп-оңай формаға сала саламыз, бірақ форманы дұрыс түрлендіруіміз керек. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы бойынша F, G, үлкен G, M1, M2, R квадрат. Бізге R-ді тап деп тұр. Не істейміз? Мына F пен R-дің орны ғана ауысады. Қалғаны барлығы өз орнында тұр. Және барлығын түбірге аламыз, соны ұмытпаймыз. Түсінікті ғой? Өзіміз шығарамыз. 36 10 метр арақашықтық, массалары бірдей деп тұр сіздерге. Денелердің өзара тартылыс күші берілген, массасы қандай дейді. Массалары бірдей болса, біздің формамыз мынандай болып өзгеріп кетеді. F, G, M квадрат бөлінген R квадрат болып тұрады. Біз массаны табуымыз керек. Массаны табу үшін не істейміз? F-ті R квадратқа көбейтеміз, G-ға бөлеміз, түбірге аламыз, себебі массалар өзара тең. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Балалар, келесі 36-ті өзіміз шығарып жібереміз. Формуланы, дайын формуланы көрсетіп қойдым. Келесі 37. Әр қайсының массасы 3000 тонна 2 кеме бір-бірінен 22 километр қашықта тұр, олардың тартылыс күші. Тоже балалар, тоннаны, километрді халықаралық бөліктер жүйесіне келтіреміз де, сосын шығара саламыз. Түсінікті ғой? Келесі 38-ші тапсырма балалар. Так, 38-де бізде жер бетіндегі дене әсер ететін бүкіл әлемдік тартылыс күші 36 ньютон болса, жер бетінен 2 R-ге тең қашықтықта осы денеге әсер ететін тартылыс күші дейді. R деген ол жердің радиусы дейді. Біз не істейміз? Бұл жағдайда берілген жазып аламыз 38. F1 тең болады 36 ньютон. F2-ні бізге табу керек деп тұр. Мына жаққа жазып қояйық, міне былай F2-ні табу керек. R1-іміз неге тең балар? R1-іміз сол жердің радиусына тең. Себебі ол жерден ешқандай биіктікте көтеріп тұрған жоқ, жердің міне бетінде тұр. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы бойынша бізде арақашықтық жердің ядросына дейін қашықтық, яғни жердің радиусы алынады. Так, ары қарай R2-міз не болады балар? R2-міз қандай да бір биіктіктен құлады десе, онда бізде R-жы қосу H болушы еді ғой. H-тың орнына бізде міне 2R-ға тең дейді. Яғни R қосу 2R дейміз. Мына жерге Ж деп жазбай қойсаңыздар да болады балар. Тең 3R болды. Болды. Бағана бірінші есептегі көрсетілген сияқты біз жеке-жеке формуланы жазып аламыз да, бір-біріне бөле саламыз. Яғни, бірден пропорцияны құра алмайсыздар, формуланы бірінші жазып аласыздар, сосын барып бір-біріне бөлген кезде бізде пропорциямыз шығады. Сол кезде соған байланысты ғана солай пропорцияны құрып алуға болады. Әйтпесе, бұлай ойдан құрастыруға болмайды балалар, формулаға ғана негізделеміз. Мына жерде 3R квадрат, 3R-дің квадраты 9R квадрат болды. Екеуін бір-бірінен бөліп жүреміз. F1 36 бөлінген F2 тең болады. R квадрат астына түседі. 9R квадрат үстіне барады, қысқарады. F2 тең болады. Не болады? 36-ны 9-ға бөлеміз. 4 ньютон болады балар. 4 ньютон. Келесі. 39-ды да балар дәл осы тәсілмен шығарып көрейік. Тура осыған ұқсайтын есеп. F1 деп белгілеп аласыздар, R1-ді R деп белгілеп аласыз, R2-ні R қосу 2 R деп белгілеп солай есепті дұрыстап түсініп, шартын дұрыс түсінсеңіздер, сосын форманы білсеңіздер болды. Формула білмесеңіздер, және халықаралық біліктер жүйесіне келтіре алмасаңыздар, математикалық амалдарды жасай алмасаңыздар, үйренбесеңіздер, онда сіздерде нәтиже көрінбейді, шықпайды нәтиже. 40-ты анықтай аласыздар, жаттаңыздар, математикалық пропорцияны дұрыстап дайындалыңыздар. 41. Екі дененің материалдық нүктенің арасындағы тартылыс күшінің формасы мынандай болса, мұндағы кішкентай үлкен денелердің массалары R арақашықтық төменде келтірілген жағдайларда
осы формуланы қолдану қай жағдайды қанағаттандырмайды дейді. Жер мен оның жасанды серігі дейді. Так, қанағаттандырмайтыны, иә. Так, бұл дұрыс жауап. Екі доп бір-біріне былай жанында жатуы мүмкін, иә. Белгілі қашықтықта жатуы мүмкін. Екі доп дұрыс жауап. Мынаған келеді. Екі доптың арасындағы бір-біріне әсерлесу күшін анықтай аламыз. Ай мен жердікін анықтай аламыз. Күн мен жердікін анықтай аламыз. Қатар тұрған екі биік ғимараттікін біз не істейді екенбіз? Анықтай алмайды екенбіз. Бізге керекті жауап осы, балалар. Так, мына жауаптар келмейді. Керісінше жазып қойдым. Бізге керек жауап мынау. Жаттап аламыз, ойымызда сақтап аламыз, иә? Так, бірінші ғарыштық жылдамдықты есептеу үшін екі физикалық заңды және центрге тартқышы деген формуласын қолданып мынандай теңдеу жаздық дейді. Қандай шама, қандай не екендігі аттары жазылып тұр. Оқушының қолданған заңы дейді. Балалар, мынау mv квадрат бөлу r деген ma ғой. ma тең болады мына жаңағы бүкіл әлемдік тартылыс күшіне бөліп тұр ғой. А дегеніміз ол центрға тартқышы де v квадрат бөлінген r деп тұр да, соның орнына мына қойылып тұр. Сол себепті бұл Ньютонның екінші заңы және бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Бар ма сондай жауап? Жауап екен. Келесі. 43-ші тапсырма. 43-ші тапсырма. М1, М2 өзара тең, екі шардың арақашықтығы r болғанда олардың арасындағы гравитациялық әсер күші F-қа тең дейді. Бір-біріне осындай қашықтықта орналасқан массалары мынанша екі шардың тартылыс күші неге тең дейді. Так, мына есепті қарастырып жіберейік. 43. Бірінші жағдай, балар, М1, М2 1 килограмм. Екінші жағдай М3, М4 деп алайық, шатасып кетпес үшін. Жеке-жеке ғой дейме? 43. М3-іміз бізде 3 килограмм. М4-іміз бізде 2 килограмм. Мына жерде бірінші жағдайда арақашықтық R-ға тең. Екінші жағдайда және де күшіміз F1-ға тең. F1-ге тең. Не дейді? 43 қайда кетті? Бір-біріне осындай қашықтықта орналасқан массалар мынандай болса, тартылыс күші неге тең дейді. F2-ні табу керек балалар. Ол үшін де тура солай жасаймыз ғой, балалар. F1 тең болады G, M1, M2, R квадрат. F2 тең болады G, M3, M4, R квадрат. Екеуін бір-біріне бөліп жібереміз, болды. F1 бөлінген F2. Бізге мына F2-ні сұрап тұр. Мынау F1 тең. G мен G қысқарды. Массалары белгілі. 1 килограмм көбейту 1 килограмм. Бөлінген R квадратымыз. Балар, арақашықтық өзгермеді деп тұр, сол себепті оны да қысқартып жіберейік. 3 көбейту 2. M3 пен M4-іміз. Болды, бізде осы шамалар ғана. Ал бөлімінде 6, алымында 1. Сонда F2 тең болады 6F1. Яғни, сондай жауап бар ма? F тең болады 6F деген. 43. 6F деген жауап бар. С жауап. Түсінікті деп ойлаймын, болар. Келесі 44. Екі дене арасындағы арақашықтық 2-ге кемісе. Тартылыс күші қайтеді дейді. Так. Екі дене арасындағы арақашықтық 2-ге кемісе. Жаңағыдай қоя саламыз ғой. Күш болса F тең G, M1, M2, R квадрат. Арақашықтық 2 есеге кеміді ма? Мына жерде сұрақты кішкене нақты емес екен, 2 есе деген сөз болу керек еді ғой. 44-ші сұрақ, қазір 1 минут. 44. 2 есе болу керек, мына жерде кішкене есе деген болу керек болар, міндетті түрде. Өйткені ол жерде жауап табуға кішкене бұл сөз өте қатты әсер етеді. 2 есеге кемісе, онда бізде қайтеміз? R-ді 2-ге бөліп жүреміз, ол деген квадратталады. Балалар 4 не істейді? 4 барады да, ол алымына барады. Сонда күшіміз қайтып тұр? Алымында тұр.
4 есе артып тұр деген жауап болады. Иә, 44 шықты. 45 шығарасыздар осыған қарап, иә, міне осыған ұқсайды. Есе артты деп тұр. 46-ны да шығарасыздар өздеріңіз. 47 массалары бірдей екі дене r қашықтықта f күшпен тартылады дейді. Ара қашықтығын өзгертпей бірінші дененің массасын 2 есе кемітсе, тартылыс күші қайтеді дейді. Қарастырып көрейік. Дұрыстап берілген жазып түсінсеңіздер, ол шығаруға болады барлығы. Массалары бірдей екі дене. m1, m2 тең болады m деп қояйық. r1, f1 деп қояйық. Түсінікті болу үшін ара қашықтықты өзгертпейміз, яғни r2-мізде r1-ге тең болып тұр. Бірінші дененің массасын 2 есеге кемітсек дейді. Яғни m3-міз m бөлу 2-ге болады да, ал қалған m4-міз бізде m-ға тең болып тұра береді. Өзгерт деп айтқан жоқ оны. Сонда бізде күшіміз қалай өзгереді, f-ін табуымыз керек. Дәл солай жазып аламыз. f1 тең болады g, m1, m2 бөлінген r квадрат. f2 тең болады g, m3, m4, r квадрат. Екеуін бір-біріне бөлеміз. f1 берілмеген, f2 де берілмеген. Тең болады g мен g қысқарды. Ара қашықтық өзгермейді, қысқарды. m1 мен m2-міз ол m көбейту m деп жазайық. Мына жерде m бөлу 2 ғой, 2-ні үстіне шығарып жүрейік. Мынау m-ға тең болып тұр. Міне, m-дардың бәрі қысқарып кетті, тең болды 2-ге. Сонда f2 тең болады бізде 2f деген жауап болады. 2f. А жауап екен. А жауап 48. 47-ші есеп болды. Енді 48-ші тапсырманы көрейік. 48-ші тапсырма. 50 метр қашықта екі дененің өзара тартылыс күші f. Егер қашықты 50 метрге арттырсақ, онда тартылыс күшінің мәні қайтеді дейді. Балар, r1 50 метр дейді. r2 тағы да 50-ге артты десе 100 метр болады деген сөз. f1-міз f-қа тең болса, f2-ні тап дейді бізде. Массалар жайлы ештеңе айтылмаған, сол себеп массаларымыз қайтеді, қысқарып кетеді. f1-дің f2-ге қатынасы тең болады. g мен g қысқарып кетті. Уж бірден жазасасақ болады. Уж форманы жаттап алғаннан кейін бірден жазасасаңыздар да болады, бірақ шатасып кетпеңіздер. r1 астына түседі, квадратталады. r2 үстіне кетеді, квадратталады. Мына жерде 100 көбейту 100, 50 көбейту 50 деп жазасасаңыздар да болады. Өздеріңіздің уақыттарыңыз жеңілдету үшін. Сонда бізде 4 деген жауап қалды. f2-ні сұрап тұр бізде, сонда 4f деген жауап болады. Түсінікті ғой балар, Келесі 49 ба? 49 ғарыш кеменің жер бетінен 5 r қашықтықта алыстағандағы тартылыс күші дейді. Жер бетінен 5 r қашықтығына алыстағандағы. Балалар, мына есепті де жаңағы біз шығарып кеттік, соған ұқсастырып шығарамыз. Шығара аласыңдар. 50-ді де шығарамыз. Жаңа біз жаздық қой. r1 тең болады r, r2 тең болады r қосылған мына r жазамыз. 5r деп, солай шығарамыз. Жаңағыдай f1 бөлу f2 деп шығарамыз. Түсінікті ғой. Өздеріңіз шығарып көріңіздер, шығара алмасаңыздар тағы да жазасыздар, балалар. Келесі 51-ді қарайық. 51-де бізде не дейді? m, 2m және де 3m. 3 дене берілген m, 2m және 3m. 3 дене суретте көрсетілген дейді. Ара қашықтықпен бір түзудің бойында орналастырған дененің арасындағы гравитациялық тартылыс күші дейді. 1, 2 минимал дейді. 1, 2 дегендері қалай болды екен? Так, онда біз күштерді есептеп көрейік. f1 мен f2 деп көрейік. Мына бірінші дене және екінші денені жазып тұрмын, бұны. g-дің мәнін жазайық. 2m көбейтілген m бөлінген 2r-дің квадраты. Міне, мына арақашықтық қой. Мына екі денені қарастырып тұрмын, балалар. Жаздым. Тең болады, мынаның барлығы қысқарып кетеді, тек коэффициенттерін ғана қалдырам.
2 бөлінген 4. Бұл бізде 2-ден 1, бұл бізде 0,5 деген сөз. F1,2-міз осы. Осыған тең болды. F2, 3 дейік. Екінші және үшінші денені қарастырамыз. G, M көбейту 3M бөлінген екеуінің арақашықтығы 3 ғой. Квадраттасақ 9R квадрат. Сонда үстінде 3, астында 9, ол бізде 0, 3, 3 деген сан кете береді. Период түрде. Енді R1, 3 дегенді көрейік болар. Ой, F1, 3 дегенді көрейік. Бірінші және үшінші денені бір-біріне әрекеттестіріп көреміз. Так, ол бізде 2M көбейтілген 3M бөлінген екеуінің арақашықтығы 2R қосу 3R ғой. Сонда 5R. Оны квадраттаймыз. Сонда бізде 25-тен 6. 25-тен 6. 6-ны бөлеміз 25-ке. 0,24. 0,24. Сонда балар бізде қалай болып тұр? Бірінші және үшінші дене арқылы әрекеттескен күш ең кішкентай күш болып тұр. Бізден соны сұрап тұр. Бірінші және үшінші дененің арасындағы күш ең кішкентай болып тұр. Бірінші және үшіншіміз. Бірінші және үшінші. Ең кішкентай күш. Бұл жауап балар. Келесі бір есепкіл көреміз. 52. 52-ші тапсырмада балар. 52-ші тапсырмада не дейді? Жердің центрінен бастап арақашықтықтағы жерге тартылу күші 36 есе кем болатын қашықтық қандай дейді. Былай жазайық. F1-міз тең болады 36 F тик. F2-міз жай ғана F тик. Дұрыс жаздық па? Жердің центрінен бастап арақашықтықтағы жерге тартылу күші бізде 36 есеге кем десе, осылай жазғанымыз дұрысырақ. Енді бізге R-ді табу керек қой. Ол үшін не істейміз балар? Ол үшін біз жаңағыдай бастапқыдағы R1-міз бар ғой. Бізге R2-ні сұрап тұр екен. Бізге R2-ні сұрап тұр. R1-міз бар. Тура сол бағанағы қолданып жатқан немізді, формуламызды қолданамыз ғой. Міне G, M1, M2, R квадрат. Осы екеуін бір-біріне бөліп жүреміз. M2, M1, R квадрат. R2-ның квадрат, R1-дің квадрат, бізге R2-ні табу керек. F1-міз 36F бөлінген F тең болады. R2-ның квадратында кетеді. Мұнда R1-ның квадраты астына кетеді. Мұнда R2-ның квадраты барады. Қашықтық дейді. Дұрыс. Так, енді не істейміз ары қарай? R2-ны табуымыз керек. F пен F қысқарды. R2 тең болады 36 R1-дің квадрат. R2-ның квадрат. R2-ның өзін сұраған кезде біз түбірге алып жүреміз. Сонда 6R1 деген жауап. Яғни 6R деген жауап деген бар екенді. Жақсы балар, ары қарайғы есептерді шығарып көреміз өзіміз. Есептердің барлығын дұрыстап жазып аламыз, талдаймыз, формуланы жаттаймыз. Дайындық деген есеп талдау балар. Есептерді көп талдаңыздар. Қалған есепті өзіміз шығарып көреміз. Мүмкіндігінше.